Қайырлы кеш менің құрметті оқырмандарым, құрметті YouTube оқырмандарым. Мынау ер азаматтардың арасында, әсіресе жастар арасында кездесетін сұрақ, жыныс мүшем тұрмай қалды, не істеймін? Тұрмай қалды, мысалы, болмай қалды дейді. Осы кезде не істеуге болады дейді. Әрине, бұл жерде айта кететін жағдай психикалық факторлардың әсері болуы мүмкін. Өйткені біздің адамның орталық жүйке жүйесі әр факторға тікелей әсер етуі мүмкін. Өйткені ол өмірінде бірінші рет мысалы жынысқа түсіп жатуы мүмкін да, ол мүмкін жаңадан үйленді, оған дейін жыныстық өмірді көрмеген болуы мүмкін. Әрине адамның бойында әртүрлі гормондар ойнауы мүмкін. Кортизол гормоны ойнайтын болса, стресстік жағдайлар туындатады. Қазір болған кезде мынандай болып қалса не істеймін? Адамның миына қандай сигнал келеді, сол сигналды өзі қабылдайды. Соған байланысты бұл жыныстық қатынасқа алғаш түсіп жатқан кісілер болса, стресстік жағдайларға туындататын болса, бір сөздің әсері болуы мүмкін, әртүрлі факторлар әсері адамның миына тікелей әсер етеді. Әрине бұл жерде мен айтатын кеңесім, өзіңізді бірінші тыныштандыру керек. Адам әр факторларға өзінің миына дұрыс сигнал беру керек. Иә, менде бәрі жақсы болады. Адам бірінші өзін тыныштандыратын болса, мына болатын факторларды жеңіп шығуға болады. Өйткені адамның миы жетпейтін нәрсе жоқ. Ол сіздің миыңызға не келеді? Ол сол ми сіздің келген ойыңызды орындайды. Әрине сіздің қорқыныш факторлары болатын болса, бұл қорқыныш факторлары сіздің миыңыз соны қабылдайтын болса, әрине сізде ондай жағдайлар жиі кездесетін болады. Соған байланысты адам өзінің миымен психологиялық тұрғыдан жиі жұмыс жасау керек. Осы кезде біз қандай қиындық болсын жеңе аламыз. Ол сіздің денсаулығыңызға қатысты болсын. Ол сіздің айтып отқан мынау эректильді функцияңызға қатысты болсын. Сосын еркектердің арасында гиперсезімталдық болуы мүмкін. Гипервозбуждение дейміз ғой, қатты қозудың кесірінен адамда қалтырап дірілдеп, стресс болғаннан кейін адам өз-өзін ұстай алмай қалуы мүмкін. Соған байланысты осындай жағдайлар біздің пациенттеріміз арасында кездесіп жатыр. Әсіресе бұл көбінесе жастық шақта кездесетін жағдай. Әрине бұл жерде өзімен жұмыс жасау керек адам болса. Осы кезде біз өзіміздің таза ауаға шығыңыз мысалы. Болмаса физикалық жүктеме беріңіз. Бір ойыңызды өзгертіңіз. Мысалы, жақсы ойлар келетін болса сіздің бойыңызда, ол сіздің негатив ойларыңыздың миыңыздан шығып кетуіне көмегін тигізеді. Әрине, адамның спортпен шұғылдану арқылы, спорт жасау арқылы адамның миы тынығатын болады. Осы арқылы сіздің физикалық жүктемеңіздің кесірінен мынау тестостерон гормоныңыз пикке шығады. Ер адамның мысалы бір қараудың әсері, мысалы қыз баласына қарау арқылы адамның гормоны тестостеронды пик уақытқа, бір қысқа уақытта пик, яғни ұзақ деңгейге жетеді екен. Осы арқылы біздің қозуымыз осы себепке байланысты пайда болады. Адамның, еркек адамның көру арқылы, жанасу арқылы еркекте қозу пайда болады. Соған байланысты осы аталған факторларды болдырмас үшін бірінші рет сіз нерв жүйеңізбен, өзіңіздің миыңызбен жұмыс жасау керек. Таза ауа жұту арқылы, ойыңызды жинақтау арқылы өзіңізбен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз еңбейтін қамалдар болмайды. Аман болайық, сау болайық, ауырмайық.